Оливердің үлкен жеңісі. Лондонның шеткі ауданындағы ескі үйлердің бірінде қарапайым, қара жолақты мысық өмір сүретін. Оның есімі Оливер еді. Ол күннің жылы шуағы түскен жерлерде ұйықтап, қалған уақытында көше кезіп жүретін. Қарапайым өмірі оған жеткілікті сияқты көрінетін. Бірақ көше тұрғындары арасында Оливер әрдайым әлсіз, пайдасыз жануар ретінде танымал еді. Ол мұны терең сезінсе де, бәрінен қашқақтап, өзін ештеңеге жарамсыз санайтын. Бірақ тағдыр оны үлкен сынаққа дайындап жүргені. Қысқы кештегі кездесу. Сол жылы қыста аяз ерекше қатты болды. Ашыққан әрі тоңып жүрген Оливер көшеде баспана іздеп жүргенде, оны Лили есімді кішкентай қыз байқап қалды. Қыздың жүрегі мейірімге толы болатын. Ол мысықты үйіне алып келіп, жылы орын дайындап, оған алғаш рет ет қосылған тамақ берді. Оливер өмірінде алғаш рет мейірімділіктің не екенін сезінді. Лилимен бірге уақыт өткізген күндер Оливер үшін ең бақытты шақтарға айналды. Бірақ бір күні тыныштықты үлкен апат бұзды. Су тасқынының қаупі. Көктемгі су тасқынының суық хабарын естігенде, Лилидің отбасы үйдегі заттарын жинап, эвакуацияға дайындала бастады. Барлығы дүрлігіп жүріп, үйдегі ең маңызды заттарын алып шығып жатты. Бірақ дәл кетер сәтте Лили сүйікті ойыншығы, жыртық, бірақ өте қымбат ойыншық аюының жоқ екенін байқап қалды. Бұл аю оның кішкентай кезінен бергі жұбатушысы еді, ал қазір онсыз ұйықтауы мүмкін емес еді. Лили жылап, анасынан аюды іздеп келуді өтінді, бірақ үлкендер қауіпті жағдайда мұндай ұсақ түйекке уақыт жоғалтпау керектігін айтты. Оливер барлығын естіп тұрды. Ол Лилидің көз жасына қарап тұрып, тұңғиықтан бір күш пайда болғанын сезді. Бұрын өзін әлсіз деп есептейтін ол осы жолы басқаша ойлай бастады. Су деңгейі көтеріліп жатса да, Оливер ішке қайта оралды. Қараңғы әрі суық үйдің ішінде ол Лилидің бөлмесіне жетіп, әрбір бұрышты мұқият іздеді. Су еденді жауып үлгерген еді. Бір сәтте жиһаздардың арасында аюдың құлағы көрінді. Бірақ оны алу оңай емес еді, жолын құлаған шкаф бөгеп тастады. Бұрын қауіптен қашатын Оливер бұл жолы тоқтамай әрекет етті. Ол шкафтен асып, аюды тістеп алды. Бірақ дәл сол сәтте су тағы да жоғары көтеріліп, оның қозғалуына кедергі жасады. Демі тарылып, аяқтары суықтан тоңса да, ол өз миссиясын аяқтауға тырысты. Көп ұзамай Оливер сыртқа шықты. Сумен малшынып, шаршап, қатты тоңса да, ол аюды Лилидің алдына қойды. Қыз оның не істегенін түсініп, көз жасын тоқтата алмады. Оливерді құшағына қысып, қайта-қайта алғыс айтты. Бұл әрекет Лилидің ғана емес, бүкіл отбасының жүрегін тебірентті. Олар Оливерді енді тек қарапайым мысық деп емес, отбасының ажырамас мүшесі әрі нағыз батыр деп санады. Оливер сол күннен бастап өзгере бастады. Ол өзіне деген сенімділікке ие болды. Бұрын әлсіз әрі пайдасыз деп саналған мысық енді тек Лили үшін ғана емес, бүкіл ауыл тұрғындары үшін батылдықтың үлгісіне айналды. Қорытынды. Бұл оқиға бәрімізге бір маңызды сабақ үйретеді. Батыр болу үшін үлкен күштің немесе ерекше қабілеттің қажеті жоқ. Ең бастысы, өзгелерге көмектесу үшін өз қорқынышыңды жеңе білу. Оливер осыған дәлел.